Сәлем балақай, сен тағы да Бөпе ТВ арнасындасың. Бүгін біз үй жануарларын өтеміз. Жылқыласын бұрмастан артқы жағын түгел көре алса керек. Жылқы малы адам сөзіндегі эмоцияны да ажырата алады екен. Лошадь может видеть все, что происходит позади нее, не поворачивая головы. Лошади способны различать в эмоциональном голосе. Сиыр. Bir сиыр орташа күніне 400 литр метан газын бөліп шығарады екен. Корова. Одна корова в среднем в день выделяет 400 литров газа метана. Cow. Ешкі сүтінің майлылығы сиыр сүтіне қарағанда 5 есе аз екен. Сиыр сүті 1 сағатта қорытылса, ешкі сүті 20 минутта қорытылады екен. Коза. В козьем молоке 5 раз меньше жира, чем в коровьем. Коровье молоко усваивается час, козье 20 минут. Goat. Қаз. Қаздар жабайы табиғатта 25 жыл өмір сүрсе, үйде асыралғандар 30 жылға жуық уақыт өмір сүреді екен. Гусь. Гуси в дикой природе могут жить до 25 лет, а в домашних условиях до 30. Goose. Тауық. Тауықтар тек жарық жерде ғана жұмыртқалайды екен. Жұмыртқа тауық ішінде 1 тәулікке жуық уақытта қалыптасса керек. Курица. Куры откладывают яйца только при свете. Яйцо формируется внутри организма курицы около суток. Chicken. Міне балақай, біз үй жануарларын танып білдік. Келесіде біз орман жануарларын танып білеміз. Арнаға жазыл. Бас бармақты бас. Келесі кездескенше сау бол.